Миымдағы сұрақтардың саны шексіз. Күнтізбелік жоспар, қысқа мерзімді жоспар, қалай құрамын? Оқу мақсаты, сабақ мақсаты, бағалау критерийлері. Сабақ барысында қандай әдістерді қолданамын? Оқушылармен қалай жұмыс жасаймын? Жаңа технологияларды қалай пайдаланамын? Сәлеметсіз бе, Олжа Құдайберген қызы? Мен Сәбитбек Арман Сапарқызы. Саламатсыз ба, Арман Сапарқызы? Олжа Құдайберген қызы, күнтізбелік жоспар, қысқа мерзімді жоспар, қалай құрылу керек, оқу мақсаты? Жылына 102 сағат, аптасына 3 сағат болса, біз бірінші бөлімі, екінші бөлімі, үшінші бөлімі қараймыз. Екінші бөлімі бізде спорттық, команда спорттық ойындары. Спорттық ойындары жалпы сабақ 6-шы сынып алсақ, сабақтың тақырыбы бүгінде 10 техникасы дағдысын дамыту. Оқыту мақсаты біз қысқа мерзімді жоспарда жазып, 3 мақсатты болғанда біреу аламыз. Біреу алғанда содан біз сабақ мақсатты өздері қою керек бізге. Барлық оқушылар білу керек. Оқушылар көпшілігі не біледі? Содан берісінде оқыту әдістері, топтық жұмыс қалай істейді, жүкпен жұмыс істейді, жеке жұмыс істейді. Содан сіз дифференциация қойғанда формативті бағалау қолданып отырып 3 топқа бөлгенде, әлсіз дайындалған топ А, орташа деңгей Б, күшті оқушылар С білінесіз. Жаттығудың түрі бізде баскетбол добымен оң және сол қолмен допты жерге соғудың негізгі техникасын, тактикасын орындауды үйренеміз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай, кейбір оқушылар жақсы орындап жатыр, кейбір оқушылар дұрыс орындамай жатыр. Ескертулер берілді, жұмыс жасалды, қалай жасалу керек техникасы, тактикасы, орындалу жолы көрсетілді. Келесі жаттығу бізде кіші теннис добымен орындалады. Яғни кіші теннис добын бір қолымызға, баскетбол добын бір қолымызға алып, төменгі тұрыста доптарды қатар жерге соғу техникасын үйренеміз. Яғни бұл күрделі жаттығу. Оқушыларды қадағалаймыз, ескертулер жасаймыз. Келесі жаттығуда сыныпты 3 топқа бөлдім. Яғни А тобы ол бізде әлсіз топ, Б тобы орташа топ, ал С тобы бізде күшті топ болып табылады. Орындайтын жаттығуымыз баскетбол добын жүргізіп отырып, баскетбол себетіне көздеп салу. Яғни А тобы әлсіз топ бізде жай жүріспен орындайды. Яғни жай жүріп келіп, баскетбол себетіне көздеп топты жүргізіп отырып лақтыру керек. Ал Б тобы орташа топ жартылай жүгіріспен жүгіріп келіп, допты жүргізіп отырып, баскетбол себетіне көздеп допты салу керек. Ал С күшті топ жүгіріп және де допты бірге алып жүріп, баскетбол себетіне салу керек. Жаттығуды аяқтаған соң, топтар арасында бірін-бірін бағалау жүргізіледі. Яғни күшті топ орташа топты бағалайды, а орташа топ ол әрине әлсіз топты бағалайды, ал әлсіз топ күшті топты бағалайды. Сабағымыз аяғына жетті.
достар, мінекей қызыл дротик бұл бізде барлығын жақсы түсіндім деген білдіреді. Ал сары дротик бұл орташа түсіндім, әлі де білгім келеді деген мағынаны білдіреді. Ал көк дротик бұл еш нәрсені түсінбедім, сабақты меңгермедім дегенді білдіреді. Сол себепті сіздер жақындайсыздар, келіп дротиктерді таңдап аласыздар. Таңдап алыңыздар. Енді әрбіріңіз өз пікірлеріңізді айтып, дәрісқа атаңыз. Мен үлкен доптың қалай айтатынын дұрыс біліп алдым. Жақсы. Мен қалай кішкентай допты жүргізетінін білдім. Бүгінгі сабақ маған қатты ұнады. Мен төменгі дұрыстап тұруға үйрендім. Жақсы қыздар, енді барлығымыз бір-бірімізге қол шапалақтайық. Сабағымыз аяқталды.